Әскерде қызмет еткенімізге өкінеміз. Бүгін Алматыда баспасөз мәжілісін өткізген әскери сала қызметкерлері осылай деп отыр. Олар 20 жылға жуық отан қорғау жолында еңбектендік, бірақ әлі күнге бір баспанаға қол жеткізе алмай келеміз деп ашынады. Әуе қорғаныс күші саласында 18 жыл инженер-технолог боп, лейтенант шенінен капитанға дейін жоғарылаған Алмас 2002 жылы денсаулығына байланысты қызметтен босаған. 6 жыл өзімен қызметтес болған жары болса, әскери жұмыста жүріп көз жұмыпты. Ең болмаса қазір жалғыз қызмен тұрып жатқан жатақханамды жекешелендіріп, немесе өтемақы берсе дейді ол. Өмір бойы енді қызмет атқарып, отанымды қорғаймын деп сеніп, келешекте менің бала-шағам бәрі пәтер береді деп ойлап жүрген ғой мен. Сол үшін тек қана қызмет үшін ойлап жүрген мен. Пәтерді сатып алам ба, не қылам ба деп ондай ойлар жоқ еді. Тек қана отаным үшін сөйтіп жүрген. Енді ойланып қалдым, не істесем екен енді деп. Бала-шағам қай жерде тұрады енді деп. Пәтерім жоқ, оларға не қалдырам, қайтыс болсын. Алмас бұған дейін ешқандай сотқа арыз айтпаған. Ал бүгінгі баспасөз жиынға келген оның серіктерінің бірі сотқа бірнеше рет шағымданыпты. Тіпті бастапқыда сот оның мүддесіне шешім шығарған екен. Военный суд Акмолинского гарнизоне. Ақмола гарнизонының әскери сотының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының атынан 2014 жылдың 16 қыркүйегінде Яхияров Тұрғанның талап арызы бойынша Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне қойған талабы қанағаттандырылсын. Алматыдан 15-тен 18 шаршы метр аумақты қамтитын бір бөлмеден көп емес пәтер берілсін. Алайда жоғарғы сот Ақмола гарнизоны әскери соты шығарған бұл үкімді 1,5 ай өтпей жатып теріске шығарған. Соның себебінен әскери азаматтар әлі күнге баспанаға қолдары жетпей келеді. Алайда өз еңбегіміз үшін мемлекеттен пәтер алуға құқылымыз деген олар алдағы уақытта жоғарғы сотқа тағы да шағым түсірмек. Сағыныш Назар, Серік Қаржаубаев, Қазақньюс, Алматы.